Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Бүгінгі видеода айтып өтетінім, жаңағы көп адамдар салмағын бір орында қалады, диета қанша ұстасам да диетадан көмектеспейді, диетаның кішкене ұстағанның өзінде, физикалық жүктеме қосқанның өзінде салмағын бір орында тұратын дейтін адамдарға бұл видео жауап ретінде. Егер салмақтарыңыз бір орында тұрып қозғалмайтын болса, осы мен қазір тізіп айтатын заттардың дефициті бар ма, жоқ па, соны білулеріңіз керек. Неге? Өйткені бұл заттар майды ыдыратады. Яғни сіздің организміңізде майды ыдырататын заттар төмендеп кетсе, майды жинайтын, майды түзетін заттар жоғарылап кетсе, оған қоса тамақтану мен физикалық жүктеменің аздығы қосылатын болса, онда артық салмақ, тікелей артық салмақ деген сөз бұның бәрі. Майды ыдырататын заттар бізде витамин D, жыныс гормондары, қалқанша без гормондары, өсу гормоны, темір тапшылығы болған кезде тоже салмақ жоғалмайды. Б тобындағы витаминдер, омега-3 және су. Бізді күнделікті су мөлшері дұрыс қабылдану керек. Осы жайлы қызықты болса, толығырақ әрқайсысына жеке-жеке тоқталып айтатын боламын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.